Баршаға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді үй жағдайында сәбіз салат жасаудың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Осылай алдын ала жуып алған сәбіздерімізді теркамыздан ұзын-ұзын етіп өткізіп алатын боламыз. Міне сәбіздеріміздің барлығын өткізіп алдық. Енді үстінен 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант салып, 70 немесе 9% уксусымыздан 1 шай қасық құйып аламыз. Осылай алғашында шанышқының көмегімен араластырып аламыз, не болмаса қолыңызға перчатка киіп араластырсаңыздар да болады. Тұз бен қанты жақсы сіңу үшін осылай қолымызға пакетик киіп, сәбізімізді жақсылап мыжып араластырып алатын боламыз. Перчатка болмай қалған жағдайда дәл осылай пакетик киіп араластырсаңыздар да болады. Енді кезекте 1 дана пиязымызды алып, 4 бұрышты етіп майдалап турап алатын боламыз. Табамызға 4-5 ас қасық көлемінде май құйып, қыздырып алып, жаңағы пиязымызды кішкене сарғайғанға дейін өлтіріп қуырып алатын боламыз. Міне біздің пиязымыз дайын. Енді кезекте чесноктарымыз, яғни сарымсақтарымызды майдалап турап аламыз. Не болмаса үкіштің көмегімен өткізіп алсаңыздар да болады. Майдалап турап болған сарымсақтарымызды жаңағы сәбізіміздің үстінен салып алатын боламыз. Келесі кезекте дәмдеуштерімізді саламыз. Бізге паприка, қызыл бұрыш және де кориандр қажет болады. Ащы болғанын қаламасаңыз, қызыл бұрыш салмасаңыздар да болады. Келесі кезекте жаңа қуырып алған пиязымыз бен майымызды құямыз. Толық мөлшерін астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Енді кезекте қолымызға пакетімізді киіп, ақырындап араластырып аламыз. Себебі бізде майымыз өте ыстық болғандықтан қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Сол үшін алғашында осылай пакетпен араластырамыз. Кейіннен қолымыздың көмегімен барлығын жақсылап мыжып араластырып алатын боламыз. Араластырып болғаннан соң бетін жауып, тоңазытқышқа 1 немесе 2 сағатқа қалдырамыз. Сонда барлық жаңағы дәмдеуштеріміз жақсы сіңіп, дәмі жақсы болып шығатын болады. Міне бізде арада 1 сағат уақыт өтті. Енді салатымызды алып, тарелкамызға жайғастыратын боламыз. Міне осымен біздің сәбіз салатымыз дайын. Қараңыздар, қандай әдемі болып шыққан. Дәмі де өте керемет болып шығыпты. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео рецепт сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видеоға лайк басып, пікір қалдырып, қолдап қойыңыздар. Және де каналыма жазылмаған болсаңыз, подписация басып жазылып кетіңіз. Назарларыңызға үлкен рахмет.